Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге кекстің рецептін көрсетемін. Өте жұп-жұмсақ, әп-әдемі болып шығады. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Оның үстіне қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын оның үстіне сүтімізді құямыз. Сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сосын ұнымызды алдын ала еліктен өткізіп қоямыз. Үстіне қопсытқышты салып, екеуін бөлек араластырып аламыз. Біз сосын жаңағы ұнымызды массамызға аз-аздан сала отырып араластырамыз. Міндетті түрде аз-аздан салып отырыңыздар. Бірден салсаңыздар, онда тапталып қалуы мүмкін. Міне бізде осындай сұйықтау қамыр шығады. Енді әр қамырымызды кекстардың формасына 2 қасықтан, 3 қасықтан құйып шығамыз. Сосын біздің кекстарымызды 160 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Міне достар, біздің кекстарымыз әдемі болып көтеріліп, пісіп келе жатыр. Достар, біздің кекстарымыз дайын болды. Негізі бұдан да әдемі болып көтерілу қажет. Дәмі деген енді күшті болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.